Ассалаумағалейкум досым, міне кеше ғана $230 салымсыз түрде табыс таптым. Нақтырақ айтсақ, Supra Oracle сайтында тек қана регистрация өте отырып және ол жақта күнделікті тапсырманы орындаған үшін мен 28 мың солардың токенін алған болатымын, және де мені маған дроп ретінде берді, мен оны шығардым. Bybit биржасына 10%-ын шығарып көрдім. Bybit биржаның историясына көрсетіп кетейін сіздерге. 2935 Supra токені сәтті түскен. Осындай доллар ретінде табысты сен де таба аласың. Бар болғаны ерінбей мен көрсеткен жобаларға кіріп және де сол жақта тапсырмаларды орындап, немесе іс-қимылдарды істеп, соның арқасында салымсыз түрде табыс тап кеттік. Ең бірінші бізде Lost Talks-ның екінші маусымы басталды. Осы сілтемені осы Telegram посттан таба аласыздар. Telegram постының сілтемесі әрине описанияда тұр. Бұл жаққа кіресіздер, сіздер күнделікті 100 WUF монетасын жинайсыздар. Одан кейін бұл жақта сіздер дауыс беру керексіздер, как поступить Гавкус в тяжелой ситуации дейді. Бұның негізді жауабы нақты видеоны көре отырып таба аласыздар. Бірақ бізде ондай уақыт жоқ, видео көріп отыратындар, сондықтан бұл жақта наугад мысалы біреусін таңдай саламыз. Ну, давайте, мүмкін екіні таңдаймыз, сделать выбор деген басамын. Сіздер негізі бұл жақта ноткоинді сіздер салсаңыздар болады, бірақ біз әрине салымсыз түрде табыс табамыз, сондықтан 0 деп қоямын да, поставить 0 деп басамыз. Все. Бұл екінші маусым 7 күнге ғана созылады. Профиль деген бөлімге кірсеңіздер, мына осы раундтың бітуіне 16 сағат қалды дейді, ал мына маусым бітуіне 5-ақ күн қалды дейді. Сондықтан үлгеріңіздер. Бұл жақта сіздер WUF монетасын кейін листинг болған кезде осы жылдың желтоқсан айында листинг болады. Сол листинг болғаннан кейін сіз WUF монетасын уже криптовалютаны долларға ауыстырасыздар және де Каспий алтыныңызға осы Supra токенді шешкендей шешіп алатын боласыз. Келесі бізде листингті күтіп және де криптовалютаны USDT ауыстырып сататын келесі қызықты жоба бұл Pavs. Яғни Pavs'та біз осындай монета жинайтын боламыз. Қазір сәтімен 159 мың жиналған екен. Бұны қалай жинан десеңіздер, сіздер бірінші бастапқыда кірген кезде сіздің Telegram аккаунтыңыздың жасына қарай монета берілетін болады. Яғни Telegram аккаунтының жасы үлкен болса, бұрыннан қолданып келатқан болсаңыз, онда сізге көбірек монета беретін болады, ал егерде жаңадан ашқан болсаңыз, онда аз мөлшерде беретін болады. Және де одан бөлек сіздер күнделікті тапсырманы орындай отырып, бұл жақта Pavs монетаны жинай аласыздар. Бұл жобанда листингі және клеймі келесі айда, яғни желтоқсанда болады деп бізге сөз қозғады және айтты, сондықтан осы сөзге сенейік және алдағы листингті күтейік. Бұл жерде мен де сен де салымсыз түрде табыс тауып көретін боламыз. Үшіншісі бізде қызықты жоба, осы бірінші рет сіздерге көрсетіп тұрған жоқпын. Бұл бұрыннан келетқан Goblin Mine жобасы. Бұл жақта біз виртуально шахтада гоблиндарды жалдай отырып, күміс қола тиынды жинаймыз. Бұл жақта құнды күміс тиыны болып саналады. Күміс тиынды сіз тон криптовалютасына ауыстырасыз. Тон криптовалютаны USDT ауыстырасыз, USDT-ді Каспий Голдқа шығарып алатын боласыздар. Яғни сіздер мысалы новичок, бірінші рет аштыңыз бұл Telegram ботты. Бірінші ашқан кезде сіз шахта бірден бастайтын боласыз. Бұл жақта қола монетаны табыс тауып отыратын боласыз. Біріншісі табас, максимально бұл жақта 45 майнерді жинайсыздар, залежка сутки бұл жақта максимально деңгейін көтересіз, емкость тележка тоже максимально деңгейін көтересіз, бұны біттіңіз, Ендігі келесі сәтте сіз шахта 2-ге өтесіздер. Ол үшін 10 жаққа свайп жасайсыздар. Шахта 2-де сіздер қайттан басынан бұл шахта 2 45 майнерді жинайсыз, залежка сутки, емкость тележканың деңгейін көтересіз. Бұны по максимум істепсаңыз, келесіге өтесіз. Бұл бәрін ұлғайту үшін сізге қола монета керек. Үстіп 3-ші шахтында деңгейін көтересіз, 4-ші шахтында деңгейін көтересіз, 5-ні көтересіз, 6-ны көтересіз. Әр шахтаны ашып максимум қойған сайын сізде қола тиынның табыс табуының мөлшері де ұлғая бастайды. Яғни сіз көбірек таба бастайсыздар. Кеттік. Енді 6-ны по максимум жеткізсеңіз, енді 7-ге келген кезде бұл жақта ең қызықтысы басталады. Шахта 7-де сізге қола монета табыс таппайсыз бұл жақта, именно күміс монета табасыз. 7-ші шахтаны по максимум жасапсаңыз, мысалы менде по максимум жасап қойдым, 45 майнер жасап қойдым, залежка сутки тоже бұл жақта по максимум, макс левел деп тұр, максимумға қойдым, емкость тележка, менде тоже по максимум тұр, бірақ та авто қойсам болады, бірақ бұл жақта 50 миллион қола монета құрту керек
егер де сіз бұл сайтқа кірмесеңіз, бұл тыйымды нәрсе. Яғни сізде тележкаңызда жиналып қалған кезде ол автоматически сіздің счетыңызға жіберіп отыратын болады. Бұл жақсы нәрсе. Бірақ та мен бұл жаққа жиі кіріп отырам, сондықтан мен 50 миллион монетамды лучше шақты 8-ге құртамын. Бұл жақта ең жоғарғы шахта 8-бен бітеді. 8-ші шахтада тоже самое, күміс монета береді. Мысалы, мен қазір жинаймын, мысалы, менде күміс монета берілді. Так, мынаяқта тоже алып алайын. Артқа өтеміз. Қараңыздар, залюшка сутки менде қазір қызыл болып жанып тұр. Мен бұны жару керекпін. Жару үшін маған көреміз қанша монета керек. Мынаяқта 20 миллион сұрап тұр, мынаяқта 12 миллион сұрап тұр, менде 6 миллион бар. Қазір партнерский программа көрейін, жиналып па, 3 миллион бар екен. Айта кетейін достар, сіздерге көп рахмет. Сіздердің арқаларыңызда мен 1 миллиард 657 миллион қола монета жинаған екен. Ол сіздердің арқаларыңызда. Рахмет. Яғни достар, сіздер осы жақта 7-ші, 8-ші шахтада күміс тиынды жинайсыздар. 7-8-ші шахтаны деңгейін ұлғайту үшін сізге қола тиыны керек. Қола тиынын 1-6-ші шахтада сіздер табатын боласыздар. Сонымен достар, 7-8-ші шахтада сіздер күміс тиынды шахта бойынша виртуально табатын боласыздар. 1 миллион сізде күміс тиын бар. Енді оны қалай сіз теңгелей, оны ақшалай шын ретінде шешесіздер. Бар болған другой деген бөлімге өтесіздер, және де мына жақта обмен деген бөлімді тауып аласыздар. Енді қазір сәтте 303 мың бар, бірақ та маған 1 миллионға жеткізу керекмін, сол кезден шеше аламын, өйткені бұл жақта минимальный конвертер 1 миллионнан басталады. 1 миллионымыз ол 2 тонн, 2 тоннымыз 12 доллар, теңгелей айтқан кезде ол 6-7 мың теңге. Мынандай сұрақ. Бұл жақта расыменде ақша төлей ма десеңіздер, өйткені мен соңғы рет 1 миллион күміс тиын жинаған болатын, оны осы жақта ауыстырдым 2 тонға, және де балансқа кіріп, мен бұны шешіп алған болатым. Сіздер 2 тонды ауыстырғаннан кейін бұл жақта шешу әлі бітпейді, наяқта 2 тонн деп жазасыздар, және де мен енді бұл компьютер арқылы қолданып отырмын, сондықтан менде привязка жоқ деп тұр. Егер де телефон арқылы қазір қолданатын болсам, телефонда менде привязка жасалып тұр ToneKeeper кошелекқа. ToneKeeperға менде бұл жақта автоматически тұр. Наяқта вывести средства деген баса салам болды. Сөйтіп мен ToneKeeper'ыма примерно 12 сағат аралықта 2 тонн келіп түседі. Ол 2 тоннды мен өзімнің биржама шешіп алам. Бірден карточка шеше алмайсыздар, айта кетейін. ToneKeeper'дың оны сіздер биржа шешесіздер. Ол жақта комиссия жоқ. Комиссия бар шығар, бірақ минималь өте цент қана, сондықтан бұл жақта қатты бір минус ете алмайсыздар комиссия бойынша. Оны сіздер Binance немесе Bybit биржасына шешіп аласыздар тонды, тонды спотовый торговля арқылы сіздер USDT ауыстырасыздар, USDT-ді P2P торговля арқылы Каспий валютаңызға шешесіздер. Әңгімесі көп, бірақ та егер достар бұл жағынан сұрақ болса, мен жекеме жазыңыздар, сіздерге индивидуально көрсетіп түсіндіріп беретін боламын. Қарап тұрсаңыздар достар, бұл Goblin Mine ойыны қазір сәтте салымсыз ретінде сіздер табыс таба аласыздар, бірақ та осы жақын арада ғана донат жасайтын бір функция ойлап тапты. Сіздер бұл жақта 100 миллион қола монетаны 0,5 тонға сатып аласыздар, немесе 250 старсқа сатып алуға мүмкіндік сіздерге көрсетілген. Мысалы 100 миллион монетаны сіздер 0,5 тонға сатып алуға бір мүмкіндігіңіз бар. Енді логически ойлансақ, Goblin Mine'да тоже табыс табу керек. Оған да шығыстан бұрын кіріс оғаны керек. Сондықтан осындай донаттың бір жолын ойлап тапты. Енді бұл жоба әлде ұзаққа істеу мүмкіндіктің бір белгілері бар, сондықтан егер де жаңадан болып, новичок болып кіріп, бұл жақта үлгермей қалам деген ой әзірше болмай қойсын, кіріп көріңіздер, бронзаны табасыздар. Енді ойын ретінде бастапқыда қараңыздар, кейін түбінде сіздер тіпті жақсы табыс табуда бір мүмкіндік болып қалады. Осылай достар, табыстарыңыз мол болсын, сұрақтарыңыз болса комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен мен болған Әлібек, келесі көріскенше.